айта берейін да. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін Қабда ауданының жалпы тарихы туралы білу үшін эфирге қош келдіңіздер. Бүгінгі таңда біздің Қабда ауданының музей бөлімі аудан әкімшілігінің ғимаратының ішінде орналасқандықтан бүкіл санитарлық сақтандыру нелері бәрі қолданылып, мен жұмыста отырмын, мен сіздермен біргемін. Бүгін сіздерді жалпы Қабда ауданының тарихымен таныстырып, сіздердің рұқсаттарыңыз бойынша сөйлеу үшін маскамды шешуге рұқсат етіңіздер. Қазақ топономикасындағы белгілі есім ғалым Әбділбек Нұрмағамбетұлы елдің жер су атауларының мәнін түсіндіруде көп еңбек еткен ғалымдардың бірі. Осы ғалымның пікірінше, Қабда сөзі Иран сөзінен аударғанда су қоймасы ұғымын береді екен. Хавза Орта Азия түрік тілдерінде де осы мағынаға жақын сөз ретінде қарастырылған. Оған себеп осы Қабда сөзі, Қабданың сол су қоймасы екенін дәлелдейтін, миллиондаған жыл бұрын осы Қабда жерін мұхит басқан. Жер қыртыстарын алмасуына байланысты бүгінгі таңда соның дәлелі ретінде менің артында тұрған биіктігі 250-300 метр болатын, қыраты 10 километрге созылған тастың, жаңағы шатқалдың табиғат ескерткіші үй тас тұр. Ал енді Қабда ауданы биыл 2019 жылы 90 жылдығын атап өтті. Оған бүкіл Қабданың аудан орталығы болып құрылған күннен бастап бүкіл тарихы айтылып, осы жерде кітаптар, шығармалар жазылып, сол кітаптардың ауданның 2 энциклопедиясы, Қабда туралы Құтқоңа Қобда шығармашылығы осы кітап болып шығарылды. Соның ішінде адам баласына Қабданы білем деген азаматтарға бүкіл деректер бар деп ойлаймын. Сол деректердің шығару барысында осы Қабда аудандық музей бөлімі көп еңбек етіп, сол деректердің нәтижесінде сондай құнды кітаптар баспадан шықты. Қабда жері батырлардың мекені, ерлік ісін елін мақтан етеді. Батыр өткен бабалардың дүбірі ғасырлардың қойнауынан жетеді деп, ұлан байтақ еліміздің барлық өңірлері сияқты Қабдан да кәрі тарихи өз бастауын есте жоқ ескі замандардан алып отыр. Оған жаңа мен айтып кеттім. Биыл Қабда болыс болғанына 150 жыл екен, қарап отырсақ. Оны қазір мен сіздерге айтып таныстырам. Жері тарихы көне заманнан келе жатқан шежірелі өлке, қасиетті мекен. Бүгінгі таңда бүкіл республикаға танымал батырлар елі, батырлар жері деп алыс жақын шетел мен республикадан осы Қабданың тарихын, жерін, елін көруге туристер көптеп ағылуда. Батырлық пен ерліктің бесігіне айналған шежірелі Қабда жерінің тарихы 4-5 ғасырдан бастау алып, 14-15 ғасырларда жалғасын тапса, 19 мен 20 ғасырларда өз посткеңестік заманда өз барынша өмір сүрсе, қазіргі 21 ғасырда тәуелсіз Қазақстанымыздың, гүлденген тәуелсіз Қазақстанымыздың рухани жаңғыруының үстінде Қабда ауданы. Солтүстігінде Ресей мен, шығысында Алға Мәртөк аудандармен, батысында Батыс Қазақстан облысымен шектесетін Қабда ауданы, оңтүстігінде Темір, Ойыл аудандарымен шектесіп, табиғи және тарихи құндылықтарымен басым. Қазақтың бірлігін бір тудың астына біріктіру жолында найза беріп, жауға қойған кіші жүздің аруақты батырлары, Ақтабан шоғырында қазақтың Қаратаудың басынан көшкен қаралы көшті қайта болдырмауды мақсат еткен халықтың тағдырын шешу үшін Әбілқайыр ханның тұсында орыс патшасының алдына барған Әжібай, Аралдар да осы Қабда жерінде туған. Одан да басқа қазақтың тұтас тарихын қалыптастыратын
тарихи оқиғалар осы өңірде өткен. Оның бер жағында 15 ғасырда 39 түрлі эпостың кейіпкері Қарақыпшақ Қобыландың атын тұяғы дүбірлеткен дүңгірлек суы, Қалмақ ханы омбы дондыққа қарсы ұлы жорыққа бастаған қалың қолдың аруақты батыры Алтайдың атын ізі қалған жер. Асанғайғы бабамыздың жер үйгіздеп жер шарлаған Абат батырдың мәңгілік тыныш тапқан Абат байтақ қорымы да, атақты Аңырақай шайқасында Райымбек пен үзеңгілес болған Жездібай Малай батырды туған осы Қабда жері Бесқопа елді мекенде. Орынбор губерниясында көрінбейтін әйел атаған Пугачев көтерілісін жалғастырып, әділетсіздікке қарсы қол бастаған Сапура Мәтен қызын жорықтарын айтсақ, ол күндіз көрінбес әйел боп жаңағы тарихта қалды. Себебі күндіз әйелдік үйінде ісін атқарса, кешкісін жасырынып жаңағы азаматтардың сол кездегі әділетсіздікке қарсы қол бастаған шаруалардың мұнын неткен, жәрдемдескен қызымыз біздің. Ұлт азаттық көтерілісін шеңгел Шейітсай, отаршылдыққа қарсы күрестерді бастаған Исатай мәйіті осы өңірдің жел жеп уақыт мүжген жәдігерліктері. Бұл өңір, Қабда өңірі, Шыңғыс ханның баһадүр қолбасшысы Сүбіттайдың қалың қолы, Әмір Темірдің қаһарлы жасағы, Алтын Орда хандарының Әбілқайыр хан мен Барақтың, Жәнібектің ат тұяғы серпіген жер. Тарихтың әрден бастаса Қабда жері 1824 жылы кіші жүздегі хандық билігі жойылған кезде бұл Ресейдің қазақ даласын отарлаудағы маңызды қадамы басталатын кезең. Орынбор өлкесіне қараған дала, батыс, орта және шығыс деп аталатын үш бөлікке бөлінген. 1831 жылы кіші жүзде дистанциялық басқару жүйесі енгізіліп, әкімшілік жерлер бөліне бастайды. 1831 жылы кіші жүзде Қабда жері атақты Исатай, Махамбет бастаған әйгілі күресінің соңғы шайқасы өткен жер Шейітсайда. 1838 жылы Исатайдың жасағы Ресей империясының әскері мен Қарағанды өзенінің оң жағындағы Шахитсайында ұрыс салып, баласы Оспан екеуі қаза табады. Қазіргі таңда сол жерде Исатай кесенесі 2014 жылы ескерткіш белгі қойылды. Бұл күнде Атырау облысымен меморандумға қол қойылып, осы Исатайдың бүкіл ескерткіштері, Исатайға керекті, деректі тарихи жинақтардың бәрі жиналуда. Ақтөбе облысының орталығында Бәйішев атындағы кітапханада үлкен конференция өткізіліп, оған белгілі ғалымдар Әнес Сарай, Атыраудың өкілдері, тағы да басқа зиялы тарихшылар бәрі қатысып, үлкен конференция өтіп, ол конференция осы Қабда ауданының орталығында да жалғасты. Сол деректердің нәтижесінде Қабда ауданы осы музей қорындағы деректердің жиынтығында біз мынандай Исатай Тайманұлы азаттық күрес сардары атты еңбегімізді жазып шықтық. Бүгінгі таңда осының ішінде бүкіл деректер керек мына студенттерге, оқушыларға, ғылыми жоба қорғайтын азаматтардың бәріне осының ішінен табылады деп ойлаймын мен. 1868 жылы 21 қазанда екінші Александр император болып тұрған кезде Орынбор және Сібір қазақтарын басқарудың жаңа ережесі бекітілгені белгілі тарихтан. Ереже бойынша аталған өлкелерге қараған кіші және орта жүзде 1869 жылы 1 қаңтарынан бастап Орал, Торғай, Ақмола және Семей облыстарын жасақтау көзделеді. Осыған байланысты Қабда жері екі әкімшілік территориясының құрамында қалады. Қазақтар жаңа мизам деп атаған осы жаңа ережеге қарсылық көрсетіп үлкен көтеріліс жасайды. Бір атап өтерлігі, тарих кітаптары мен оқулықтарында қарапайым ғана 1869 жылғы Орал және Торғай облыстарындағы
қазақтар көтерілісі деп аталатын азаттық қозғалыс Хабда жерінде басталғаны белгілі. Хабда болысы 1869 жылы 29 шілдесінде құрылған, және басында айтып кеттім, болыс боп құрылғаннан есептесек, биыл 150 жыл екен. Хабдан ең алғашқы болыс басқарушысы болып, Ебес бөлімінен Байжан Жаңғұттұлы сайланады. Сонымен қатар Ұлықобдан сол жағында Орал облысы, Орал уезіне қарайтын Жиренқопа болысы құрылады. Қарап отырсақ, біздің қазіргі таңда Хабда аудандағы Жиренқопа ауылы Орал облысына қараған екен сол уақытта. Өкінішке орай, бүгінгі таңда Орал облыстық басқармасының архивінде осы облысқа, Орал облысына қараған Жиренқопа туралы және біраз жерлері қазіргі аудан территориямызда жатқан біздің Қиыл, Ойыл, Қарағанды болыстары туралы мәліметтер жоқтың қасы болып тұр. Бұл туралы енді біздер тағы да үлкен архивтерден іздестіріп, алдағы уақытта мүмкін табылып қалатын шығар деп отырмыз. Жиренқопа болысы 1920 жылы Ақтөбе уезіне қаратылып, 1924 жылы Хабда болысымен біріктіріледі. Осы орайда мен сіздерге сол кездегі болыстық болған кездегі Хабда ауданының кішкентай картасын көрсеткісім келіп отыр. Бұл біздің осы музей қорынан шыққан болыстық кезеңдегі Хабда ауданының картасы, тарихи карта. Осында бүкіл жорықтары бәрі, көршіміз Ойыл ауданы, Темір ауданы бәрі осы губерния болып жазылған осы суретте. Тарихымыздың бетінде ұлт элитасы ретінде өз бағасын алған Халел Досмұхамедов, ағайынды Иса және Ескендір Көпжасаровтар сынды ел ағалар бастаған кеңес өкіметіне қарсы күрестер, керісінше кеңес өкіметті жақтастарын Серов бандысы деп аталған ақгвардияшылар тобымен шайқастары Хабданың даласын айналып өткен емес екен. Қазіргі таңда Бегалы ауылдық округінің жанында Бегалы партизан сол жерде ақгвардияшылармен осы Серов бандысы деп аталатын топпен шайқасқан. Басқа өңірлер секілді Хабда жері бұл саяси науқаннан да тыс қалмаған. 1917 жылы 2-8 сәуір аралығында Орынборда болып өткен Торғай облыстық Орынбор сол уақыт 1917 жылы 2-8 сәуір аралығында Торғай облыстық қазақтың бірінші съезі аса маңызды оқиғалардың бірі болып тарихта қалды. Себебі бұл патша құлатылғаннан кейінгі қазақ жерінде өткізілген тұңғыш ұлттық бас қосу болатын. Осы жиынға тарихи деректерден қарап отырсақ, Бесқопа, біздің Хабда аудандағы Бесқопа жазығында біздің зиялы қауым өкілдері Ахмет Байтұрсынов бастаған бәрі жиналып, осы Бесқопа төбесінде жиын өткізіп, сол жиынмен Орынбор қаласындағы бірінші съезге аттанған екен. Осы топта тарихи бас қосуда Хабдадан Әбдіхабит Жүндібаев, осы Ахмет Байтұрсыновтардың қатарында Керей Тұрымов, Тоқмағамбет Жантасов, Мұхаммедәлі Мендібеков, Есмағамбет Алтыбасов және Шынтай Дәржан секілді азаматтар қатысып, ұлттық маңызға ие үлкен жиынға қатысып қайтады. 1929 жылдың 2 маусымында Ақтөбе округтік әкімшілік комиссиясының отырысында Хабда және Новоалексеевка аудандарын қосу туралы қаулы қабылданады. Осы күннен бастап Хабда ауданының 90 жылдық тарихы басталады. Аудан екі ауданның қазақ, бұл жер Хабда ауданы жаңағы қоныс аударушылар көп болғандықтан екі аудан, қазақ ауданы және орыс ауданы болған сол уақытта. Қазақ Хабда ауданы мен орыс Новоалексеевка ауданы қосылуынан құралып, қосылу 1929 жылдың 1 шілдесінде жүзеге асады. Ауданның аты Хабда, аудан орталығы болып Новоалексеевка ауылы болып белгіленеді сол кезде. Бүгінгі таңда Новоалексеевка Хабда ауылдық әкімшілік орталығы болып отыр.
1977 жылы Қазақ КСР жоғарғы кеңесі президиумының бірінші Қазақ КСР жаңа аудандарын құрылуы туралы жарлығына сәйкес Қабда ауданының аумағынан жаңа Исатай ауданы пайда болады. Бұның бәрі 90 жылдық тарихта жазылды. Қосымша деректерді осы біздің музей деректері бойынша жазылған 90 жылдыққа арналған Қабда энциклопедиясының екінші басылымы жуырда оқырмандардың қолына тиіп қалады. Сонда сол ішінде толық деректер бар. Исатай ауданы пайда болып, жаңа аудан облыс орталығының солтүстік бөлігінде орналасқан. Солтүстігінде Орал облысы және Ресей Федерациясы мен оңтүстік шығысында Қабда ауданымен шекаралас болған сол уақытта. Исатай ауданының аумақтық мөлшері 5,7 мың шаршы аумақты алған сол уақытта. Аудан әкімшілігі орталығы болып, Ақырап ауыл болып белгіленген сол кезде. Қазіргі таңда Ақырап ауылдық әкімшілігі Қабда ауданының әкімшіліктерінің бірі болып жұмыс жасап отыр. Исатай ауданы тәуелсіздік алғаннан кейін 1997 жылы Қабда ауданының құрамына қайта қосылды. Кезінде 77 жылы Исатай ауданы пайда болу себебі мына біздің Орилек бойында жатқан Сөгәлі ауылды мекендердің Ақтөбе облысына қатынауы алыс болғандықтан бөлінген екен. Кейіннен енді мына заманауи өзіміздің тәуелсіздігімізді алғаннан кейін, өз қолымыз өзімізге жеткеннен кейін қайтадан Қабда ауданына қосылып 97 жылы бірігіп бір аудан болып жұмыс жасаудамыз. Енді бүгінгі таңда қазіргі мемлекеттің жаңа тәуелсіздік мемлекетіміздің арқасында біздер рухани жаңғырып, Қабда ауданы рухани жаңғырудың ішінде тың серпілістерде аудан орталығында көптеген саябақтар, Отан ана саябағы және қазір мен оны слайдтан сіздерге көрсетем. Мәңгілік ел, бүкіл және ұлы даланың дарабоздары, боздақтарымыз біздің соларға барельеф жасалып, мәңгілік ел саябақтары, Отан ана саябағы, анаға тағзым, тағы да басқа жаңа нысандарды сіздерге слайд ретінде көрсетем. Ары қарай мен жаңа айтып отырмын, біздің бүгінгі таңдағы мына үлкен індетке қарамастан осы аудан әкімшілігінің ғимаратының ішінде отырғандықтан мен жұмыстамын, мен сіздермен біргемін. Сол себепті сіздерге музейдің ішіндегі экспонаттардан кішкене көрсетіп жіберуге рұқсат етіңіздер. Жаңағы мен көрсетіп кеткен мынау биіктігі 250-300 метр үйтас. Бұны осы күні мына Қабда жерін мұхит басқандығының себебі осы жерде Бегалы жазғында орналасқан. Осы жердегі мал бағатын адамдар, жазда малдарын жайлауға шығарған адамдар үйінен алып шыққан астарын осы тастың, үйтастың жанына қойса салқындап тұрады екен. Сондай бір ғажап кереметі бар. Ары қарай енді міне бізде экранда аударайын. Мына жерде біздер осы рухани жаңғыру аясында ұлы даланың 7 жарғысы бойынша шығарылған буклеттеріміз тұр. Мына жерде мәңгілік ел біздің саябақтарымыздың суреттері, қазір слайдтан да көрсетем. Мына жерде біздің мына ұлы даланың 7 қырындағы ат терапиясы, тұлпарлар тұяғындағы терапия дейтін біздің Егінбұлақ ауылында Жәнібек Анишев ағамыз атбегі, осы кісі осы ат терапиясын қолға алайын деп жатыр. Келіні міне қымыз аштудың маманы және осы ат баптаудың мына жерде ұлы жаңағы ат спортының кандидаты Анишев Нұрлыбек. Бұл буклет жасап қойдық біз осы бүкіл нелерге. Осының ішінде мына аттың, бәйгеге қатысатын аттардың бәрін ата тегі құжаттары бар екен. Ең қызықты міне деректер осы неден алынады. Бұнда міне аттардың аты, фамилиясы, паспорты, шетелге қалай шығу бәрі белгіленген.
Ал мына жерде көрмеде бізде Ұлы даланың жеті қырындағы атты пайдалану, аттың қасиеті, ат стилі, сонда міне Қырымның қырық батырының, Қобландың қара тұлпары, батырлары мінген арғымақтар, қазақ батырларының және ана жерде сармат тұлпарлары, солардың буклеттер көрініп, осы келген қонақтарға біз ұсынамыз. Мына жерде Ақтөбе облысының туристік картасы, оның ішінде біздің Қабда ауданының деректері, Қабда ауданының эмблемасы тұр. Ары қарай жүрсек, енді біздің Қабда музейі бір бөлме болғандықтан, мына жерде археологиядан бастайын, жаңа 15 ғасырда 15 ғасырда Абат Байтақ кесенесі мен Асан Қайғының баласы жатыр дедік қой, жаңағы осы кесенемен танымал. Бұл кесененің биіктігі бүгінгі таңда 14,5 метр, 3 сатыдан тұрады, асты шаршыланған, екінші сатысы 11 барабаннан тұрады, үсті сүйірленіп келген. Абат Байтақ кесенесі 1910 жылы француз ғалымы Жозеф Кастани ең бірінші суретін түсірген екен. Ана жоғарыда тұрған қызыл сурет, ол кісі өз бетімен осы қазақ елін, қазақ даласын түсіріп, жаңағы зерттеген ғалымдардың бірі. Кейіннен өзіміздің Меңдіқұлов, және Нойл Шаяхметов, кейінгі кезде өзімізге белгілі осы Ақтөбе облысына келіп жүрген Серік Әжіғалиев Абат Байтақ қорымын зерттеумен айналысып жүр. Мәдени мұра бағдарламасы бойынша 2006 жылы кесене реставрацияланып, қазіргі таңда алдындағы дәлізі көтеріліп, осы халыққа ұсынылды. Бесқопа жазығын, Талдысай ауылынан 12 километр Бесқопа жазығында орналасқан кесененің айналасында 200-ден астам құлпытастар бар. Бұны біздің Әлкей Марғұлан ғалымымыз дала аспан астындағы ашық мұражай деген атау беріп кеткен. Себебі әрбір құлпытастың, әрбір жазуы Маңғыстаудың Ұлытасынан әкеп ойыланған, онда көбінесе осы жергілікті Қабда ауданының таңбалары белгіленген. Құлпытастардың басы әйел бас киіммен, ер азаматтың бас киіммен, тағы да басқа шалмаларға дәлденіп архитектуралық стильмен жасалынған. Бұған біздің өзіміздің Жұбанов өңірлік университетінің оқытушысы, профессор Рахым Бекназаров, тағы да басқа біздің Арман Бейсенбаев секілді өзіміздің жерлестеріміз бүгінгі таңда зерттеуін жалғастыруда. Археологиялық қазбаларға келсек, 2004 жылы Серік Әжіғалиев осы Талдысай өңірін қазба жүргізу жөнінде осы Абат Байтақ кесенесін 15 ғасырға жатқызды. Себебі Асан Қайғы бабамыздың өзі 15 ғасырда туылған ғой. Негізі бұндай архитектуралық стильдік кесене Челябі және Самара қаласында бар. Көк кесене, Хатун кесене дейді. Үшіншісі осы біздің Қабда ауданында. Талдысай бұлақ ауылындағы қорымдарда археология қазба жөнінде әйелдерге тән астаулар, асатаяқтың үші, ер адамның белдіктері, міне қоян басты дейді, қоян өрнегі салынған, әйел адамдардың кәжекейлеріне тағылатын осындай алтын бұйымдар, асатаяқ, қоңырау, тағы да басқа көптеген қазбадан небір құнды жәндігерлер шықты. Бұлардың бәрі қазір Ақтөбе облыстық тарихи-өлкетану музейінің қорында тұр. Бізде мына сурет ретінде қарап тұрсыздар. Осы жерде айта кетсем, мына жерде біздің Бегалы жерінен табылған Кіреуке сауыт. Кіреуке сауыт, бұны қазір шөжегөз сауыт деп айтады. Жейде түрінде жасалған, дөңгелек металл шығыршықтардан өрілген торлы сауыт. Ұшты қарулардан қорғану үшін шығырланып, оның шөжегөз дейді, торғай көз, бадана сауыт дейді, тағы да басқа түрлері болған.
Кіреукенің шығыршықтары темір сымнан сақина тәріздес етіп жасалып, ұштары жаңағы түйіскен түрде жасалынған. Бұл сауытты көрсетіп тұрған себебім, тура осындай сауыт, осы сауытпен тағдырлас бүгінгі таңда Семей қаласындағы музейінде, тарихи музейінде Ақтанберді батырдың тура осындай сауыты тұр. Соған қарағанда осы екі сауыт бір тағдырлас болып, сол 17-ші ғасырға жатқызып отыр. Бұл сауыттың салмағы 12 килограмм, Ақтанбердінің сауыты ірігісі болса керек 25 килограмм тартады деді. Ал мына жердегі біздің астауымыз жаңағы Абат Байтақ кесенесін реставрациялау барысында Абат Байтақ кесенесін Түркістан реставрация компаниясы осы қалпына келтірді. Сол кезде қазу барысында осы астауды тауып алды Абат Байтақ кесенесінен. Ал мына құлпытасты жол жөндеушілер тауып, осы біздің музейімізге әкеп тапсырды. Ал кейінгі кезде археологиялық қазбаларға Қабда ауданы бойынша Жиренқопа жерінде 4 обада осы біздің өзіміздің ұлттық халық қазынасы ғылыми зерттеу институты жүргізген археологиялық Саврамат жергілікті билік өкілінің құрметіне салынған 4 оба жерлеу ғұрыптық кешенінен 4-5 ғасырда садағын асынған Сармат дәуірінің сарбазының қабірі анықталды. Бұны біздің тарих ғылымдарының кандидаты, археология зерттеу жұмыстарының маманы Ақан Оңғарұлы жетекшілік етті. Сол кезде біз осы музей қызметкерлері Жиренқопа жеріне барып, басында болдық. Оған сол кездегі біздің әріптесіміз Ақтөбедегі ағайда қатысты. О жерден ер қуатты қару дегендей, екі жауынгер ату қару оққа толы қорамсақ, мынау 4 обаның суретін сіздерге көрсетіп тұрмын. Қорамсақты садақ пен түйреу қару темір ұшты найзасымен және кесу қару қылыш қанжарымен бірге жерленген екен. Бір қызығы осы жерден міне сүбесі бұзылмаған, қазіргі таңда біздер ағаш астауды ет салатын табақты қолданып жүрміз ғой. Сондай сүбесі толығымен шыққан екен. Қараңыздар, сүйек солаймен сақталған. Ал мына жерденді біздің Ұлы Даланың жеті қырына жасалған алтындық жаңағы металды өндіру барысындағы біздің жасап қойған муляжымыз, жаңағы көрсеттім ғой мен, Талсайдан табылған міне киімнің алтын пластиналарының муляжы. Ал мына жерде Андронский қыш құмыралар бізде табылды. Бұл енді білесіздер, Қабда жері ойылмен шекаралас. Ойылда біздің үлкен көкжар жәрмеңкесі болғандықтан бұл жерден даламен жаңағы әрбір саудагер өтуі де мүмкін. Себебі 17 ғасырда енді шекарамен жағаласып, шекара арқылы Санкт-Петербургқа жаңағы Кунсткамер музейіне Дудин Ақпатша, сол уақытта Ресейдің патшасы, бүкіл қазақтың құнды жәдігерлерін жинатып алған ғой, шекара арқылы. Себебі шекараның іргесімен жүрсе, көп көзге түспейтін болған. Мынау сол Андронский қыш құмыра біздегі. Ал енді мына жерде біздің Қабда ауданының жаңа айтып кеттім, кіріспесінде Исатай батыр мен Қобыланды батырдың суреті. Мына Исатай батырдың суретін Әнес Сарайдың Исатай Махамбет шығармасындағы сәукеле сақалды, кең иықты деген суретіне арнап салынған екен. Осы бұрыш енді Қобыланды мен Исатайға арналатына жерде. Қобыланды батыр кесенесі 2007 жылы мәдени мұра бағдарламасы бойынша сол кездегі біздің осы Қобда өңірінен түлеп ұшқан Елеусін Наурызбайұлы Сағындықовтың облыс әкімі болып тұрған кезінде бастамасымен салынды.
Бұл салтанатты ашылуға жақын шетелдердегі бүкіл зиялы қауымдардың бәрі келді. Жаңағы Герасимов лабораториясында бас сүйегін жасаған біздің Нойл Шаяхметов сол уақытта оны әкеп осы кесененің ашылу салтанатында біздің Өмірзақ Ысқақұлы антрополог әкеліп тапсырып осы үлкен игі іс-шараның ішінде болды. Мына жерде міне қарап отырсыздар, Қобыланды батыр кесенесінің ашылу салтанатына зиялы қауым өкілдері Оңғарсынова, Кекілбаев, Ертісбаев, сол уақыттағы мемлекеттік жаңағы президенттік әкімшілікте жасаған Мырзатай Жолдасбеков, әкім Тарази, Жүрсін Ерман сол кезде ол кісінің мына малдас құрып отырғаны, мен Қарақыпшақ Қобыландының бел немересінің тұқымымын деп сол тәу етіп отырған кезі. Фариза Оңғарсынова мына жерде міне Мырзатай Жолдасбеков пен Елеусін Наурызбайұлының ашу салтанаты бейнеленген. Бұның ішінде біздің қазаққа тән міне 12 басы бар шырағы, 3 найза, қазақтың бірлігін білдіретін тағы басқа жәдігерлер бар ішінде, құнды. Ішінде енді Қобыланды батырдың сүйегінің үстіне жасалынған міне мына сүйегі, ол кесене жасалмай тұрғанда бұл жерге және мемлекет әкімшілігінің басшысы Иманғали Тасмағамбетов келген. Сол кезде міне кесененің орны осындай болып жатты. Қазір тұрғызылып, мынандай жаңа ғимарат болып, осы бүкіл республика бойынша шетел азаматтарына осы қызмет жасауда. Бұл кесененің авторы Беки Ибраев. Беки Ибраев Қазақстанға танымал архитектор. Білесіздер, ол осындай кесенелердің салудың хас шебері. Қазақ хандығының 550 жылдығында жаңағы хан моласында салған соғысы. Және осы биыл мына Абайдың 175 жылдығы деп жатырмыз ғой. Сол Абай комплексін Жидебай бөрілінде автор осы Бек Ибраев екен. Ал мына жерде міне жаңа айтып кеттім, біздің Пугачев көтерілісінде қатысқан Сапар Мәтенқызының портреті осы жақында Бәйішев атындағы кітапханада үлкен конференция болды. Соған қатысып, соны жүргізген біздің Ақтөбе облыстық газетінің жаңа журналисі, құрметті азамат Мейірхан Ағдәулетұлының жетекшілігімен өткен конференцияда осындай бізге керемет сый тарту жасады. Осы сапарда ол кісіге жаңағы жетекшілік еткен Битиков Исламға алғысымызды айтамыз. Мына жерде жаңағы Сапар Мәтенқызының Казахская Жанна Дарк деген сол Төреғали Қалиевтің еңбегі бізге қазір осы жәдігер қорымызды толықтырып тұр. Ал мына жерде осы былтыр Өтек ауылынан 15 ғасырға жататын қылыш тауып алды. Бұны енді зерттеу әлі кемшін болып тұр. Міне сіздерге былай көрсетейін. Міне бұны Өтек ауылының әкімі, ауылдық округтің әкімі Өтек ауылының тұрғыны Тасменов деген азамат тапсырды. Бұны біз әлі зерттеп жатырмыз. Ал мына жерде міне Исатайдың бұрышы. Бұл жерде міне Исатайға салынған кесене. Атырау облысы меморандуммен қол қойып, осы кесененің ашылу барысында үлкен конференция өтті, жаңа айтып кеттім. Ал мынау Ақтөбе Орал жолына қойылған бекет стела. Біз осы музей жұмысын буклеттер, журналдар шығару арқылы көрсетеміз. Мына жерде Исатай Тайманұлына жасалған буклетіміз тұр. Ердің-сой Исатай. Мына жерде Исатай Махамбеттің жазған авторы Әнес Сарай. Бұл кісі жаңағы Исатай Тайманұлының конференциясына қатысып, Атырауға да барды, осы қабдалық делегациялармен жиі кездесіп тұрады. Мынау біздің осы рухани жаңғыру аясында қабданың кіре берісіне
Қобыланды батыр ескерткіші орнатылса, Атырау мен бағытына осы Исатай Тайманұлының ескерткіші қойылды. Рухани жаңғыру аясында 2017 жылы ескерткіштердің бәрі осы Қабданың жаңғыру тың серпілістері осы жаңа нысандармен толықтырылды. Мына жерде осы Исатай туралы деректер белгіленген біздің немізде. Ал мынау жоғарыда тұрған Сапар Мәтенқызы туралы алынған Нейлен Бекмаханованың жазуына орай алынған деректердің жаңағы кішкене несі, тарихы. Ал жоғарыдағы атты отырып қолын созып тұрған суреті Орынбордағы архивтен алынып, соның көшірмесі. Бұндай игі іс-шараға осы меморандуммен Қабда басында өтетін конференцияларға осы Ақтөбе облысынан Исатай зерттеуші Еркін Құрманбеков ағай қатысып осы көптеген деректерді, мағлұматтарды бізге беріп, кеңесін беріп отырады. Мына жерде міне Әжібаев 200 жылдығындағы мынау ескерткіш, міне осы ескерткіштің үстіне жаңағы кесене тұрғызылды. Баласы Оспан екеуі жатыр. Қабда ауданы тек қана батырлармен қоймай, діни ағартушылар да көп болған. Мына жерде Бекпан Хазірет, Бейсен Хазірет, мысалы, міне солардың суреттері. Әрі біздің жеріміз киелілігі соншалық Қабданың Жиренқопа ауылында Қобыланды батыр кесенесінің ішінде мына Пірбекеттің асатаяғының муляжы тұр. Ондай екінші муляж осы Руханият музейінде де тұр. Мына суретте тұрған сіздер сол Тұрсынғали Нәкешев ағамыз марқұм болып кетті, бүгін тие берсін сол кісі. Осы Қобыланды кесенесінің бірінші директор болған осы асатаяқтың қазіргі жаңағы еленушісі, осы кісілердің жанұясы. Қазір нағыз түп нұсқасы ағайдың үйінде. Ал мына көріп тұрғаныңыз біздің жер, айттым ғой жаңа, діни ағартушыларда болған. Соның ішінде Төреевтер отбасындағы Сатай қажының күміс асасы, ол кісіде де күміс аса бар. Оның да жазуы бар күміс асада. Біздер енді келешекте оны шешімін табамыз деп ойлаймыз. Мына ортада тұрған сол уақыттағы Сатай қажының бәйбішесінің 40 құрақтан құраған жайнамаз екен. Бүгінгі таңда құрандары ол 18 ғасырда Санкт-Петербург қаласынан шыққан. Жаңағы кенже баласының төрінде Ақматаға оралып, тәбәрік болып үйінде ілініп тұр. Мына құлақ тескіштері бәрі күмістен жасалынған. Ол үй жәдігер ретінде балалардың ұрпақтарына. Жоғары тұрған Бейсен Хазірет Абдоллаұлының суретті. Ол кісі енді Меккеге бірнеше рет барған адам. Соңғы барысында Жерорта теңізінің үстінде қайтыс болып, сол мұхит несімен, заңдылығымен сүйегі суға жіберілген деген дерек бар. Ал мына жерде осы діни бұрышқа арналған бізде лауық тұр. Лауықты біздің Ерқосай Әбілов ағамыз жасап сыйға тартты. Құранды және таспиғымен. Лауықтың бір несі, бұған Құран кітабы қойылады. Міне бұлай ашылып неше түрлі тәсілдермен. Бұл лауық Астана қаласына Экспо 2017-ге сол Ерқосай Әбілов ағаймен біздің тері шебері Тіршілік Аятхан екеуі барып осыны көрмеге қойып келді. Қазір Тіршілік Аятханның мына жерде торсықтары бар, сіздерге көрсетем. Бұл лауықты айтып тұрғаным, бұл құнды жаңғақ ағашынан жасалынған. Әрі мынау тұтас алғанда жаңағы ағаштың өзі кесілмей ойылып жасалған. Қараңыздаршы, қандай шебер жасалынған. Міне темірмен көмкерілген. Бұл осылай жиналынады. Мен сіздерге бір қолмен көрсете алмай тұрмын.
жиналып ашылып, әрбір тәсілдерде осы кітапты тағы да таспиқты, тағы да басқа ұсақ кітаптарды қоятын тәсілдері бар. Мына жерде міне жаңағы тіршілік аятқанын осы Ерқосай Әбілов ағай екеуі экспоға апарып, 3 ай бойы осы жәдігерлерін көрмеде көрсетіп, елбасымен де бірге болып осыны тамашалаған суреттері қазір бізде музейде тұр. Келесі Қабда ауданы батырлар елі деп аталғандықтан, мына жерде бізде даңқ бұрышымыз, міне біздің Қабдадан 8 батыр шыққан. Оны қазір шығыстың қосшыларының бірі Әлия Молдағұлова апамыз қосшылар дейміз. Бүгінгі таңда халық қаһарманы Қиуаз Доспанова апамыз да қосылып, 3 шынар десек артық болмайды. Осы бұрышта алдағы уақытта бізде ұлы жеңістің 75 жылдығы келе жатыр. Соған орай көптеген алда тағы да тамаша дәрістер оқимыз сіздерге жеке тақырыпта. Бүгін жалпы сіздермен таныстырып өтейін. Қабда жері әйгілі батыр бабаларының даңқын Ұлы Отан соғысы жылдарында да лайықты түрде жалғастырды. Қабдалықтар шығысты сол жылдар облыс орталығында құрылған 312 атқыштар дивизиясын және 101 ұлттық бригада жауынгерлерінің қатарында Мәскеу түбіндегі фашист басқыншыларына оның ішінен азаматтарды, қабдалық азаматтарды жинауға осы біздің ардагеріміз, қазіргі таңда ол кісі жоқ, бақилық болып кеткен Алмат Бергазиннің көп еңбек сіңірді ол кісі. Кеңес армиясының Украина, Белоруссияның партизан отрядтарымен европалық елдердің қарсылас жасақтары қарсыласу қатарында ерлік пен жанқиярлық үлгілерін көрсеткен қабдалықтар сол уақытта 10.000 адамдай қатысса, ол әскери комиссариат сол уақытта аймақтық болған екен. Қабда ауданы, Темір ауданы, Мартук және Ойыл ауданы бірлесіп 10.000 адам осы біз мына Ұлы Отан соғысының 70 жылдығына арналған ұлы ерлік шежіресі ұрпаққа ұлағат атты кітабымызды жазып шығардық. Сол кезде мына біздің Қабда аудандық әскери комиссариатында 1936 жылдан бастап тіркелген әскерге кеткен азаматтардың тізімі жазылған 3 журналдың арқасында біз осы кітаптарды жазып 2700-дей боздақтарға, қазір мен слайдтан сіздерге көрсетем, мәңгілік ел барельефінің ішінде боздақтар барельефін аштық. Онда жаңағы соғысқа қатысып оралмағандардың тізімі берілді. Сол жақта соғыс даласында қалған боздақтардың аты тегі жазылған. Мына жерде сіздер Білтабанов Иманғалидың бұрышын көріп тұрсыздар. Оған биыл 95 жыл болады, атап өтеміз бұйырса. Енді қазіргі жағдайда осындай дәріс түрінде өткізетін шығармыз. Мына жерде ол кісінің Польша және Аполе қаласындағы жерленген суреті тұр. Және осы жерде мына ағасы Ысқақ осы 1-2 жылдықта қайтыс болды. Бұл кісі сол кісіге жазған хаты бар. Міне, хаты біздің Ақтөбе облыстық архивінен алынып, мына жерде көшірмесі қойылды. Ал
19 адам әскерге шақырту алған. Оның 4158-і соғысқа қатысып, 1661-і еңбек майданына араласқан. Ал мына жерде сіздер көріп отырған Әлия ерлікті мәңгі алауы да біздің осы Қабда ауданының шығарған кітаптарының бірі. Өзіміз осыған деректер жинап, осы жазылған кітаптардың бәрін бірлескен авторлары осы музей қызметкерлері. Мына жерде Михаил Тихонович Кошелев оны айтып тұрған себебім, осы біздің ардагеріміз, осы Қабда ауданында көптеген қызмет атқарған Беркін Құрманбеков ағамыздың 8-ші батыр ғып қосқан толық даңқ орденінің кавалері. Осы кісі 8-ші батыр болып тұр бізде. Ал мына жерде Прохоров Михаил Семенович 1945 жылы жеңіс парадына қатысқан. Ал мына жерде бұл кісінің 85 жылы Қабда ауданында болып, соңғы қолтаңбасы екен, осы Қабда ауданына қалдырған. Сіздерге сәттілік, жаңағы бақыт тілеймін деген қолтаңбасы бар. Ал мына тұста сол уақытта міне қазір қарап отырсақ, мен осы музейге келген жас балаларға, кішкентай мектеп оқушыларына бәріне айтам, мынау бір күнгі тамақ, таңғы 5-тен барып тұрған міне бір күнгі бір айлық нанның 400 грамм бір күнге. Осыны алу үшін таңғы 4-тен 5-тен ұйықтамай тұратындар бар екен шеретте. Соның кішкентай квитанциясы, талоны. Осы талонмен олар өздерінің күнделікті қоректерін алып отырған. Біздер енді мына жерде сол уақыттағы соғыстың жауынгерлердің ұстаған жаңағы заттары тұр. Мына жерде экспонат жәдігер болып, міне су ішетін құралы, каталогы, мына жерде міне бүкіл әскери құжаттарын салып жүретін. Ал мына радионы міне мына жерде Левитанның суреті тұр. Сол уақытта соғысты да жариялап, жеңісті де жариялаған осы аңыз болып қалған Левитан. Міне мынау сол уақыттағы кинолардан көретін, қазіргі таңда әрбір ағаштың басында ілініп, осы соғыстың қай деңгейге, қай шекарадан асып жеңіс жасаған күндері айтылып тұратын радио. Ал мынау жалпы енді Қабда ауданынан жаңа айттым ғой, 5000 адам соғысқа аттанған, 8 батырды есептемегенде, солардың кейінгі кездегі ардагерлердің суреті толық емес, бірақ сол кісілерге арналған бұрыш. Мына жерде міне соңғы біздің аттандырған Сайфудинов Галау атамыз тұр. Осы кісіге жасалған буклет. Ең соңғы осы кісімен Афанасенко Мирная Александра Прокофьевна соңғы сапарға аттандырды. Бүгінгі таңда Қабда ауданында соғыс ардагері жоқ. Олардың ізін қазіргі таңда ауған жауынгерлері басып тұр. Мына жерде мен жеңіс шеруіне қатысқан Прохоровтың Москвадан алынған жаңағы жеңіс парадына қатысқан суреті. Ол кісі міне тұр, Прохоров. Ары қарай бізде сол соғыс ардагерлерінің жәдігерлері мына жерде. Ал мына бұрыш біздің еңбек, социалистік еңбек ері Қабда ауданынан 4-еу шықты. Оның біреуі Әкімжанов Алтынбек Әкімжанұлы, осы ауданды көптеген жылдардан басқарған. Ол кісі де соғыстың шетін көрген адам. Ал 3 еңбекеріміз жаңағы мал шаруашылығы, екеуі жарық елді мекеннен шықса, біреуі бір социалистік еңбекері Сугалдан шыққан. Бүгінгі таңда біз 5-еу деп отырмыз. 5-шісі біздің осы тәуелсіздік кезіндегі Қабда ауданының құрметті азаматы Құралай Байменова деп. Ал мына жерде біздер осы соғысқа қатысқан қабдалық нәзік жандылардың арналған бұрыш міне. Мына жерде міне көрсетіп кетейін. Мен осы Ақтөбе облысында аналарға тағзым бұрышы арқасында біздің Отан ана саябағының ішінде аналарға тағзым бұрышы ашылды. Соған арналған кішкентай бұрышымыз.
Ол аналарға тағзым алаңына біздер Әлияның ескерткіші де қойылды. Әлия аллеясы бар ішінде. Бірақ сол Әлияның қолында жаңағы снайпер емес, бүгінгі таңда гүл ұстап тұрған суреті. Себебі сондай Қазақстан тәуелсіздік алған Қазақстан елі гүлдей жайнасын, бейбітшілік елде өмір сүрсін деген мағынаны береді. Ал мына жерде енді бізді бейбіт күннің батырлары Картов Айса, Қосжанов Амангелді, Нұрымжанов Абат деген осы полиция қызметкерлері. Бұлар Ақтөбе облысында жаңағы қарақшыларды құрықтау кезінде осы опат болған біздің қабдалық азаматтар. Бұған да мәңгілік ел жаңағы саябағының ішінде бұл кісілерге де стела орнатылды. Ал мына жерде тың игерушілер, жаңағы тыл кезінде еңбек еткен балалар, сол уақыттағы соғыс кезінде осы Қабда ауданында әрбір елді мекенде, аудан орталығында осы елді аман сақтаймыз деп еңбек еткен жас балалардың суреті. Қазіргі таңда бұл кісілер қартайды, осы Қабда ауданымен замандас, көбі қазір бұл дүниеде жоқ. Ал мынау біздің енді республика бойынша 1 шілде домбыралар күніне арналған бұрыш. Бұны айтуым себебі, мынау біздің мәдениет үйін тапсырған кезінде халықтық аспаптар ансамблі болған екен. Сондағы ойнаған аспап құралдары, бұның ішінде қобыз да бар, балалайка да бар, домбыра да бар, әрі соның ішінде дауысты күшейткіш Жұбановтың мына 3 шекті домбырасы да, соғысын айтумен жасалған домбыра да тұр. Ал мына қара домбыраның футлярын иесін мен сіздерге көрсетем. Бұл біздің қабдалық азамат Мұхаммед Елемесов ағамыздың беріп жіберген баласының осы қазіргі таңдағы біздің жәдігерлеріміздің бірі. Мұхаммед Елемесов осы Қабдада туып өскен, соғысқа қатысқан Венгрияның құрметті азаматы. Мына тұрған жаңағы пиджагы, соғысын өзін киген костюмі, анау орден медальдары. Сол баласы туған жерге тағзым акциясы бойынша самолеттан осы Қабдаға тарту ретінде беріп жіберді. Ол кісінің көптеген өлеңдері бар. Қазіргі таңда сазгер, соғыс ардагері өзі, міне Мұхаммед Елемесов 35 ән жазған, 30-дан астам күй шығарған, Құрманғазы атындағы мемлекеттік академиялық халық аспаптар оркестрінің концертмейстері, 2-ші тенор домбырашылар тобының жетекшісі болған. Құрманғазы атындағы жаңағы ансамбльде бұл кісі 42 жыл еңбек еткен. Бүгінгі таңда баласы Алматы қаласынан бізбен хабарласып тұрады, осы келіп тұрады. Мына жақта енді жаңа айттым, Ұлы Отан соғысының ардагерлерін бүгінгі таңда ауған соғысының жауынгерлері жалғастырып отыр. Біздің Қабда ауданынан ауған соғысына Қазақстаннан 22.300 адам қатысса, 924-нен қазақ жері айырылды. Ақтөбе облысы бойынша ауған соғысына 1722 адам қатысты. Қабда ауданы бойынша 50-60 адам қатысып, бүгінгі таңда 11 Қабда ауданында 11 ауған ардагері тұрып жатыр. Бұлардың 6-ауы сол кезде міне Шиковский Леонтий Николаевич, Липовой Александр Владимирович, Сүйіндіков, Сағидолла, Кузенов Асқар, Бондаренко және Зиновьев, осы 6 жауынгердің сүйектері табытпен келіп, өзін туған жерлеріне қойылды. Осы ауған жауынгерлердің ардагерлерімен бүгінгі таңда біздер тығыз байланыстамыз, жұмыс жасаймыз. Міне сіздерге қазір суретін көрсетіп кетейін. Ауған соғысын жаңағы 30 жылдығына арналып Темірқазық әскери патриоттық жаңа кездесу өтті. Онда міне ардагерлер мына жерде Шилы тұр, кім тұр? Әуезов Абзал ағалармен осы автоматты жинау
шешу бойынша конкурстар өткізіліп, осыған Ақтөбе облысынан ардагерлердің төрағасы Балкасимов қатысып, аудан әкімі және қала қонақтары қатысып, үлкен іс-шаралар өтіп, осы тығыз байланысты жұмыс жасаймыз біздер. Ал мына жерде енді біздің жаңағы Хабда жері еңбек ардагерлері батырлармен бірге болса, сол уақыттағы ауыл еңбеккерлерінің жеңісі, жемісі, ВДНХ-ға бірнеше рет барған. Осы ВДНХ-дан алып келген міне 56 жылғы Хабда деген жазуы бар, міне қызыл ту. Бұл енді қазіргі посткеңестік кезде қалған жәдігер болғанмен, бұнда біздің Хабда ауданына терезеге не болып тұр? Хабда ауданының маңда еңбеккерлерін маңдай тері. Бұндай ту бізде 4-еу. Ал мына жерде енді тек қана ауған жауынгерлермен бірге тағдыр қасіретті Семей полигоны, Чернобыльда болған қаралы іске де біздің Хабда аудан жауынгерлері қатысып, өздерінің үлестерін қосып, сол кезде азат етуге, атомнан Чернобыль қаласының сол күні түнде жарылғанда олар қайда бара жатқандарын, өздерінің денсаулықтарына қаншама зиян келетінін білмей, осы бас көздемей арашалап қалуға өздерінің күш жігерлерін, қайраткерлерін көрсеткен біздің Хабда аудан ардагерлерінің бұрышы. Мына жерде біздің тапсырған осы біздің жәдігерлерімізді толықтыратын орден медальдары ауыл еңбеккерлерінің. Алда енді бізде Ұлы отан соғысының 75 жылдығы және Абайдың 175 жылдығы, Әл-Фарабидің несі келе жатыр 1150 жылдығы, соған орай көптеген тақырыптық дәрістерімізбен алда тағы да кездесеміз. Мамыр айында 31 мамыр айы бізде қуғын сүргін құрбандары, мына жерде мен міне мәңгілік елдің ішіне мынандай қасірет мемориалы қойылды. Бұнда 300-дей адамның тізімі берілсе, соның бәрі саяси қуғын сүргіннің құрбандары болған хабдалық азаматтардың аты жөні жазылып, міне қарап тұрсаңыздар, мына жерде кішкентай бесік те бар. Бесікті қойған атрибут, ол себебі мына Ақмоладағы Мамочкина моласындағы осы халық жауы аталып, саяси қуғын сүргінге ұшырағандардың балалар да халық жауы болып аталған ғой. Соған қойылған кішкентай белгі, сый құрмет, тағзым ретінде қойылған. А мына жәдігерлер сол кездегі саяси азаматтардың жұбайлар ұстаған деп айтамыз. Редикуль сол кезеңдегі саквояждар және телефонелер. Енді мына жерде осы қасірет мемориалын жасақтау барысында адамдардың тізіміне қуғын сүргін құрбандары зұлмат пен үрей зобалан анатомиясын жазған Зәкірейден Байдосов, біздің ақтөбелік ғалымыз, кезінде осы Исатай ауданында басшылық жасаған құрметті азаматымызға көп рахмет айтамыз. Осы кісінің еңбектерінен осы қасірет мемориалына тізім жазылды. Осы тізімдердің арасында жаңағы тек қана саяси адамдар емес, осы Хабдадан біраз дін өкілдері айдалған екен. Соның біреуі Бекпан Хазірет. Мына жерде Бекпан Хазіреттің Забира Бекпанқызы Ағзамова. Бұл осы Хабда ауданында сол кезде Орынборда Рафакта оқыған, кейіннен осы Алматыда мед институты бітіріп, халыққа денсаулық саласында қызмет еткен. Осы кісі де осы Бекпан мен және Молдабай Әбдіров Бекпан Хазіреттің ұрпағы, соның арқасында көп зардап шеккенін айтады. Қуғын сүргін құрбандары мен зұлмат пен үрей зобалан анатомиясының ішінде керекті көптеген осы адамдарға байланысты деректерді оқуға болады. Әрі біздің Хабдалық энциклопедия мен Құтқарған Хобда тағы да басқа өзіміздің. Құрметті көрермендер, мен жалғастырып жіберейін қайтадан. Осы қуғын сүргін құрбандарының ішінде біздің Хабдалық Молдабай Әбдіров саясаттанушы, Алматы жаңағы пединститутының саяси
доценті болған кафедрасын. Бұны айтып кетейін деген себебім, бүгінгі таңда қызы Гүлсіммен Алматыда хабарласып тұрамыз. Осы өзі сол репрессия кезінде, жаңағы саяси қуғын сүргін уақытында Хрущевтің алдына барып, қазақтарға тән 3 сұрақты қойған екен, сол үшін қудаланған екен. Ол біріншісі 32 жылы ашаршылықта көршілес елдермен шет жұртқа босып кеткен қазақтарды жинауды, және қазақ халқының өнеркәсіп орындарында индустриялық жұмыстың ұйытқысы болуды, қазақ тілін өркендету, ана тіліне білім алу жұмыстарын жолға қойған үшін бұл кісі Сібірге айдалған. Бұл кісі қазіргі таңда біздің Қазақстан Республикасындағы экономика кафедрасына, финансовый жаңағы факультеттерінде бұл кісі аудармашылықпен айналысқан. Мен айтып кетейін дегенім, экономикалық жаңағы кафедра студенттері терминологиялық осы кісінің капиталдан аударылған еңбектерін кездестіреді. Соның ішінде экономикалық терминдері, жаңа капиталды тұңғыш аударған осы Молдабай Әбдіров. Мына жерде бізде сирек кездесетін капиталдың 2 данасы бар. Ал мынау мана сөз арасында айтып кеттім, мен Бегалы партизан отрядына арналған кішкентай бұрышымыз. Бұл жерде міне Құрмановқа қойылған ескерткіш, және тағы да басқа осы Лушенко, Клименов, тағы да басқа осы Қабдалық Бегалы партизан отрядының мүшелерінің тарихы жазылған. Ал Ұлы даланың 7 қыры аясында мына фондағы сурет біздің Шоқпар орманы, біз тек қана жаңағы жері бай, елі бай дегеннен кейін осы Шоқпар орманы, Орүйлек жағасындағы біздің Сөгәлі қорығы мемлекеттік неге алынған. Сонда Ұлы даланың 7 қыры мына қызғалдақ, Қазақстанда қызғалдақтың 35 түрі өссе, біздің Қабда жерінде қызғалдақтың, қызыл кітапқа енген қызғалдақтың 2 түрі өседі. Оның біреуі шірен қызғалдақ, міне тұр алдарыңызда, және Биберштейн қызғалдағы. Шоқпар орманы 92 гектар жерді алып жатыр. Сөгәлі қорығында андатыр, тағы да басқа аңдардың небір түрлері осы Қабда жерінде кездеседі. Және саңыраулақтар бүгінгі таңда осы Ақтөбе облысының тағамдарында осы Сөгәлінің саңыраулақтары халыққа тиімді, пайдалы қызмет атқаруда. Ал мына бұрыш осы біз жақында Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына Исатай атындағы гимназияның оқушыларымен 3 топта ардагерлер тобы Ұлағат, аналар тобы Зере, және жас ұстаздар мен оқушылардың тобы Телғара. Осындай үлкен сайыс өткіздік. Интеллектуалды сайыс, Абайдың қара сөздерін, жаңағы 5 кезеңнен тұратын сайыс өткізіп, біздің Қабда ауданының тұрғындары керемет атсалысты. Мынау біздің Абай Құнанбаевқа сол кезде атқарған іс-шарамызға шығарған буклетіміз. Ал мына суретте тұрған Абайдың 1896 жылғы ұлы Мағауияға жазған хат екен. Ал мынау 1909 жылы Абайдың Санкт-Петербургтан шыққан шығармасының бір беті. Құрметті менің көрермендерім, сіздерге міне уақытта таяп қалды. Алда тағы кездесеміз. Сіздерге рахметімді айтам. Біз сіздермен біргеміз.